Қазақстанның діни ахуалын және де сол жердегі мұсылмандарды басқарып отыратын, мұсылмандарға бағыт бағдар беріп отыратын өзіміздің қара шаңырақ бар ғой, діни басқарма. Сол жерде шыққан пәтуалармен толық танысу керек негізінде. Себебі қазір бізде қоғамда болып жатқан түрлі рассрочка мәселесіне болсын, бір имамдар айтады, рассрочка алуға болады дейді. Бір имамдар болмайды дейді. Мысалы, әрқайсысы әртүрлі мәселе. Өзінің көзқарасы. Бұның барлығы неден шығады? Бұның бәрінің себебі діни басқарманың, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекітіп берген пәтуасынан бейхабар. Немесе соны ізденгісі келмейді. Енді біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының басты мақсаты не? Мұсылмандарды бір ауызбіршілікте ұстау. Сен ауызбіршілікте ұстау үшін сен барлығы бірдей не айту керек? Пәтуаны айту керек. Олар пәтуаны отырып алып ғұламалар ойдан шығарған жоқ, мысалы үшін қарайтын болсақ, ол елдің жағдайын, бүкіл оларды Құдайдан қорқады ғой, жерде Құдайдан қорыққан адамдар. Енді сен келесіңде тұрып Ханафи мазхабында уәли шарт емес дейсің. Субханалла, сен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан шығарған пәтуасын қара. Шарт деп тұр ма? Демесе шарт деген нәрсені айту керексің, бүкіл жерде айту керексің сен оны. Дұрыс, ол Абу Ханифаның көзқарасында ең муътамад, ең қуатты көзқарас шығар, бірақ бізде қанша мыңдаған мәселелерде муътамад көзқарас тасталады, алмайды. Бұл менің жеке өзім ойым емес, бұл ислам ғалымдарының кітаптан ашып көрсетуге болады, керек болса бекітіп өткен нәрсесі. Мысалы Ибн Абидин айтады, мысалы үшін өзінің Расул муфтиінде қарайтын болсақ.